Tuğan günüm oy feday, mana jurtuma negi şatır toylamay. Bir toy jasap birirdim özüma, Tengir'din bir jarıtbaya koyganay. Mana dünya negi jatır gündümü, Alavlatıp toydun şoğun ürlümü. Koşak gül şoğtarın laktırıp, Mınav şapan mınav adın ay mindimi. Bugün menin ay tuğan günüm oy feday, Mına canlara negi şatır toylamay. Banket jasap birirdim özüma, Tengir'din bir jarıtbaya koyganay. Toylanbazın neteyim, Toy görmeyek, sey görmeyek öteyim. Kalamımdı bir şımağan beybişi, Bolaşak kav ar жазбай kedeyin. Toylanbazın neteyim, Toy görmeyek, sey görmeyek öteyim. Kalamımdı bir şımağan beybişi, Bolaşak kav жазбай kedeyin. Туған жерің. Туғанымын, Қарасаз деп аталатын ауылдың. Туған жылың. 1931, құрдасымын Шәмілдің. Жынысың кім? Еркекпін ғой, еркекпін, және дағы тәуірмін. Партияда барсың ба? Жоқпын, бірақ коммунистік көзқараспен қараймын. Шыққан тегін. Шаруамын, бар тірліктен бағалауны санаймын. Білімің ше? Орташа ғой, алайда өзім жоғарыға балаймын. Ана тілің? Қазақша, қысылғанда орысша да, немісше де тағы бар. Қайда істедің? Мынау еңбек кітапшамнан танып ал. Оқымаған, дипломсыз демесең, бір басымнан бар мамандық табылар. Міндеттісің бе әскерге? Міндеттімін. Біздің әлі жас кеуде. Жауынгердің ұлымын ғой, жаным қиған Мәскеуге. Сөгіс алып көрдің бе? Ол жағынан періштемін дей алмаймын мен мүлде. Ойла қырлы бұл өмірде болады ғой мүлт кету. Ол өзі бір еншісі ғой, ездің әрі, ердің де. Шетелдерде болдың ба? Болғамын жоқ. Олар маған тұрғанда жоқ болдылғап. Қалсам болды, өлсем болды жайыммен, осы тұрған орнымда. Мекен жайың? Мекен жайым жер менің. Жерде жүрген ақын деген пендемін. Қағаз, қалам, уақыт бер тек аздаған. Мен өмірді жырлау үшін келгенмін. Армысыз
саламатсыздар, құрметті өнерсүйер қауым. Сіздердің назарларыңызға ақиық ақын Мұқағали Мақатаевтың 90 жылдық мерейтойына арналған онлайн концертімізді ұсынамыз. Мұқағалидың Фаризаға өлеңі ақынның соңғы демін естірткен аққу әні секілді. Ақын кейде өмірден безініп, өзіне сүйеніш тірек болар адамды іздейді. Сондай уақытта Мұқағали Фаризаны, Фариза Мұқағалиды тапты. Фариза, Фариза жан, Фариза қыз. Өмірде ақындардың бәрі жалғыз. Шыдай ақыры жалғармыз. Бірімізден біріміз арылармыз. Біздерді де жоқтайтын жан болса егер, шаң басқан архивтерден табылармыз. Ағазеп, асқар көңілі бұлттан асқан. Қалардай жаны жайрап кілт қарастан. Бәктікке аңсар ауыл дүниеден іздеген, мөлдірлікті шықтан асқан. Сен қалай байқамадың батыр қалам, өртеніп бара жатты ақын балам. Теңіздей махаббатын көтеретін жан таппай, өз отына лапылдаған. Жайтастап тіршілікке теңбіл дала, жойқындай жыр әлемге ендік дара. Найзағай сезіміңді сіңіруге қайраты, жетсе жетер. Жердің ғана тынысын тоқтатқандай дара шалып, түскендей жайдыр көздің қара сағы, аңырап бота сөлген аруанадай жыр ару күңіренді қара салып. Тым сирек күрсінеді бұлай халық, салмағын ажалмен сынайды алып. Күңіренді қазақ жері, кеудесіне оқ тиген ақ бөкендей шырайын алып. Бүктісіп қалды кенет қырат көңіл, қайнары қақталғандай бұлақтыңды. Аспанның кеудесіне басын сүйіп, бұлығып хан тәңірі жылап тұрды. Тау, дала ұмытқан жоқ ол күндері, күңіренді ертіс жайық толқындары. Күрсініп Көкшетауда қарағайлар жоқтады, аспан текті сол тұлғаны. Шын қадір бір жағында шоқ тұманбай, тұрса да бір тірегі олқы жанда. Жаралы жүрегіңді жарға суға, орныңды еш тұлғамен толтыра алмай. Фариза, Фариза жан, Фариза қыз. Арманымда еңселі жүрегімнің бөлшегі, ұнатамын
ұнатамын мен сені. Студент жылдары күллі Алматыны ән мен жырға бөлеген Табылды Досымов Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультетінің түлегі. Ақиық ақын Мұқағали Мақатаевтың «Ұнатамын мен сені» өлеңінің әнін жазған дәл осы Табылды ағамыз болатын. Жалғасы бар жырымның жалғасы бар. Жырларым жылдарыммен жалғасыңдар. Сел жүрім ақтарылса арнасынан, селкілдеп таумен тасың зорға шыдар. Жалғасы бар жырымның жалғасы бар деп тебіренген ақынның жалғасындай болып. Мұқағали жырларынан үлгі алып, өз сезімдерін жырмен өрнектеген қаншама ақындар бар. Солардың бірі колледжіміздің директордың оқу өндіріс жұмыстары жөніндегі орынбасары Омарбек Орынбекұлының Мұқағалиға арнау өлеңімен бірінші курс студенті Қажымқан Жанболат. Өзімше мен де ақынмын, жырда бар менің қаласым, әр қазақтың бойында ақындық бар алашым. Жырлады ол сәби баланы, ауылды жазды қаланы, ешкімде сүйіп көрмеген дәл ондай сайын даланы. Таулықпын деп толғанды, жырлады тоғай орманды, сайқалсып соғып кететін дауылдардан қорғанды. Өзен болмақты сарқырап, құлаған таудан арқырап, көп көлдердің ішінде теңізде тұрды жарқырап. Жас ақын болып бір сәтте сұлу қызбен сырласты, енді бірде еске алды ағайын бауыр қимасты. Қоғамның кеңшін тұстарын өлеңмен өткір тереді, зілқара жырдың шекпенін өрлікпен алға сүйреді. Болса да досы оншақты, таңдағы қызды мұншақты, іштегі ойын бар сырын Фаризаға айтып мұншақты. Сөз ұққан жандар мәңгілік, айтады жырын ән қылып, ауыссын жылдар, ғасырлар, Мақатаев мәңгілік. Пай-пай өмір, өтесің ау бір күні, тиясың ау қуанышты күлкіні. Өмір деген бір жарқ еткен найзағай, өмір деген көк аспанның күркірі. Пай-пай өмір, өтесің ау бір күні. Болмағандай, жүрмегендей сенде біз, кетеміз ау, әй кетеміз, пендеміз. Ұрпақтарға береміз де кезекті, біз кетеміз, кету үшін келгеміз. Өмір деген бұйым емес қолдағы, өмір дейтін ұлы бекет жолдағы. Қаның кеуіп қаталаған кезіңде сусыныңды қандырсаң бір болғаны. Мына күнде, мына аспанда далан-ау, бәрімізден қалады-ау. Өмір дейтін тағатсыз бір қозғалыс, өмір дейтін өлемін деп қарамау. Өлмейтіндер, өлді деуге келмейтіндер, өлең болып өмірлерді тербейтіндер, өмір
өмірге келмейтінде